Сәлем достар, бүгін біз медовый пряник жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. 10-15 минутта дайын болатын осындай пряниктерді жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің парақшамды қолдап кетіңіздер. Тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ең бірінші бөлме температурасында тұрған сары майымызды, одан кейін қаймағымызды, одан кейін 3 ас қасық балымызды, оның үстіне қантымызды қосып, одан кейін содамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп дайындап алып, ұнымызды да бөліп салып, ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып, 1 шай қасық разрыхитель салып, осылай бөліп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ, нәзік болып шығу керек. Көп ұн қоспаймыз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Бізде міне қамырымыз дайын болғаннан кейін қолымызбен осындай дөңгелетіп шарикте жасаймыз. Прянигімізді 10-15 минутқа 180 градуста духовкамызге салып пісіріп алып шығамыз. Біздікі міне пряниктеріміз дайын болып шықты. Өте дәмді, дәмі ерекше, керемет. Өздеріңіздің қалауларыңызша шоколад немесе сахарный пудраны сепсеңіздер болады. Бәрі өздеріңіздің қалауларыңызбен. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Құсамай.